Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын қуырдақ дайындаймыз. Қазанымызға кішкене сұйық майымызды құйып, одан кейін осылай еттің майын алдымен қуырып аламыз. Одан кейін орташа көлемде туралған етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Етіміз қуырылып бастағаннан кейін бүйрек пен жүректі салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Етімізді орташа отта жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін қақпағын жауып, баяу отта шамамен 35-40 минуттай бұқтырамыз. Етімізге ешқандай су қоспаймыз, ет өз сөлінде осылай пісетін болады. Одан кейін 2 орташа көлемдегі пиязымызды ұсақтап турап, етімізге салып, араластырып, бетін жауып, шамамен жарты сағаттай бұқтырамыз. Картопымызды ұсақтап турап, татымына қарай тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Картопымыз толықтай піскенше пісіреміз. Картопымыз пісуге жақындаған кезде ең соңында бауырымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін шамамен 10 минуттай пісіреміз. Осымен біздің қуырдағымыз дайын болды. Әдемілеп осылай тарелкамызға саламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер де видео рецепт ұнаса, видеома лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сіздермен болған аякөз, астарыңыз дәмді болсын.